отанды қорғайтын еркек кісі, отбасын сақтайтын әйел кісі. Иә. Енді біз не дейді, сендерге қазір отанды сақтап қалыңдар деп айғайлап жүрміз ғой? Отан орнында тұр ғой. Отан орнында тұрған жоқ, отанды распродажа қылды ғой Назарбаев пен Тоқаев. Елдің жартысының жағдайы жақсы, жартысының жағдайы жаман. Ол қандай? 80%-ның жағдайы жаман де. Тоқаев не істеді? Тоқаев кешегі айтқан ертегісін, Назарбаевтың жазып берген ертегісін дальше істеп отыр, дұрыс па? 35 жылдан бері. Басқа не істей алады қазір, айтыңызшы? Істей алмаса кетсін. Еркек істей алмайсыңдар ма? Еркек отбасына да, отанға да жауапты. Құдайдың алдында да, біреудің қызының алдында да, бала шағасының алдында да, түсіндің ба? Ешқандай әйел кісі отбасында. Ойлайсыз ба, басқа ауызша бәрі байып кетеді. Не үшін әйел кісі жауапты болу керек? Ол біреудің қаракөз қызы, дұрыс па? Сендер еркектер аманат қылып алдыңдар ма біреудің қызын? Әйел жаман деп айтып отқан жоқпын ғой. Не үшін әйел адам отбасын? Ойлайсыз ба, сонда Тоқаевтың орнына басқа біреу келсе, халықтың бәрі байып кетеді, бәрі байиды, дәл мына екі жемқор сияқты болмаса, байиды. Түсінің ба? Кім жемқор? Назарбаев та Тоқаев та жемқор. Тоқаевтың байып атқан көрген жоқ мен, Назарбаевты көрдім. Саған көрсетпейді ғой ол? Қалай көрсетпейді? Президент емес па? Мысалы, Назарбаевтың туысқандары. Назарбаев көрсетті ма екен саған 35 жылда қалай байып? Конечно, бәрін көріп отырық. Болат Назарбаев. Енді сұрамайсың ба енді көрсем? Неге жеп жатсың деп Назарбаевтан? Тұрадық қой кезінде. Қашан? Ал енді Тоқаев жеп атқан жоқ ол. Сен көріп отырық қой, ешкім соқыр. Так, жарайды, Тоқаев жемесе, онда не үшін қазақтың соншалықты қанын ішіп жатыр? Өтірік. Сіздердің жаңағы біз былай айтқан Қазақстанға 20 мың террорист келді деп, олар өздері келіп, өздері кетіп, проходной двор Қазақстан ұшып келеді екен да, сыпырып, сиырып, барлық жағын мәйіттеріне шейін алып кететін. Ол сказканы не деп айтып отыр ол Тоқаев? Енді оған сөйтіп жеткізген ғой астындағы адамдар. Билікті алып қойғысы келді Назарбаевтың жаңағы. Солай түсіндік қой. Қазір оның орнына басқа біреу келеді, сіз байып кетесіз ба, қайтадан елге келіп? Мен мақсат, мен онсыз да баймын, Роман, Аллаға шүкір. Мен сендер секілді 40-қа келген, қанша еркектердің істемеген шаруасын істеп, 3 баланы бай болсаңыз шетелде не істеп жүрсіз? Бай болу үшін Назарбаев пен Тоқаевтың жүйесінің көтін жалау керек емес. Мен ондай арсыз емеспін, дәл сендер секілді, ана блогерлер секілді, әншілер секілді. Сендер жалап атсыңдар, өтірік Назарбаев пен Тоқаевтың жүйесін мақтап, күндеріңді көріп атсыңдар, арсызсыңдар, түсініңдер ма? Астанада да мысалы, сіз айтайлағаннан баста Айткүл шетелде жүріп. Роман, сен жағаласпа, тоқта. Мен отбасы құрғанмын 11 жыл. Отбасылық қызметті атқардым, бір еркекті адам қылдым 10 жылда. Қос-қос машина, пакеттен қос-қос үйлі қылдым, қос-қос ұлды туып бердім. Ал бірақ сол диктаторлық жүйенің ішінде тәрбиеленген бала, ешекке қанша жабық жапсаң да, ол ат болмайды. 10 жылда адам қылған жігітті бір-ақ жылда ада қылдым. Себебі еңбекті бағаламайтын адам бағалай алмайды. Мен де біреудің үлбіреген 19 жасар қыз болып бардым ол үйге. Ол отанды сақтап қалу үшін, ол отбасын бағып қағу үшін емес. Мен ер азаматтың қабырғасы болу үшін барғанмын. Соның тұқымын көбейтуші ғана. Ол отбасын асырау емес. Түсінің ба? Менде бір емес екі білім бар, бірақ менің қызметімді кейбір жемқорлар пайдаланып, менің қызметім арқылы кейбір жемқорлар байып, кейбір жаңағы мүмкіндігі шектеулі адамдар зәбір шекті. Мен сол үшін мемлекеттік қызметтен бас тартқан қызбын. Түсінің ба? Мен одан намыстан, мен қазіргі шетелге кетіп туалет жуып жүргенімде намыстанбаймын. Мен сол Қазақстанда жүріп, мына жемқорлармен бірге отырып, бір жарымжан кісінің ақысына кірген кезде мен намыстанатынмын. Түсінесің ба? Жарымжан адамның ақысын жеп, көз зұлым жасалдым. Мынау үкіметтің жасалып жатқан зұлымдығын, мынау өз қазағыңа, жарымжан қазағыңа жасалып жатқан зұлымдығын көріп, сен құсап, үндемей отырғаннан гөрі, мына екі қолдармен туалет тазалап, еңбектеніп бала шағанымды адал нанмен асырағанымды олжа көрдім, абырой көрдім. Түсінің ба? Аллаға шүкір, менде дүние, вилла, яхты, катер болып бай болмасам да, мен бір қазақтың қалтасынан ана блогерлерің секілді, әншілерің секілді, депутаттарың секілді, тағысын тағы мемлекеттік несчастный, сонда отырған, несчастный совезде отырған мемлекеттік қызметкерлер біздің қазақтың мүмкіндігі шектеулі жандардың несіне
ақысына кіріп отыр. Ақысына кіріп байып, типа бай болып өмір сүріп жатсыңдар ма элитада? Пфу, мә. Түсініңдер ма? Түсіндің ба? Блогерлер де сол жарым-жарының ақысына кіріп отыр. Олар арқылы байып отыр, сұрақ қоймады. Тыңда сен до конца. Түсінің ба? Блогерлер де сол жарым-жарының ақысына кіріп... Тоқта, сабыр демесен маған. Шатырымды қозғап алып, несін сабыр айтасың? Блогерлер де солардың ақысына кіріп алып, байып алып, Дубайға дейін үй алып жатыр, иә? Барын алдап, барлығы мемлекеттегі байып атқан, жасанды өмірді көрсетіп жатқанның бәрі қазақ халқының қалтасын тонап жатыр. Өлсеңдер, өліп кетіңдер. Өйтіп сендер жетістікке жеттім демей ақ қойыңдар. Жетістікке адал еңбектеріңмен Қазақстанның ішінде отырып жете алмайсыңдар. Түсінің ба, Роман? Айта бер, тағы қандай сұрақ қойғың келеді? Айткүл, сұрақ ше саған, өз отбасың сақтай алмағаныңа Тоқаев кінәлі ме? Мен Тоқаевқа мен отбасымды сақтап қал деп жатқан жоқпын. Сен айтып отырсың ба, мен қазақтың елін, қазақтың жерін, қазақтың ұлтын, тілін, дінін сақта деп отырмын. Сіз екеулеріңіз, күйеулеріңіз отбасыларын сақтай алмадыңыз. Мен бұл жерге Роман оны қоспай ақ қой, мен ондай отбасыдан сол жүйеде өскен. Ол жүйе кінәлі емес, мен ол жүйеге кінәлі емес, сіз кінәлісіз, сіздің күйеуіңіз кінәлі отбасы. Сен бұл жерге Роман, сен бетіңді ашшы. Мың адам болмай тұр сол бетімді аша. Мың адам емес, 100 адамнан бетіңді аша аласың. Құдай Тоқаевқа отбасымды айналайын, мен ол отбасыдағы диктатор жүйенің кішігірім диктатор олар. Одан құтылғаныма шүкір. Ол отбасыда жүрген, дәл сондай толыққанды отбасыда жүрген қаншама қазақтың қыздары бар. Білесіз ба? Түкті көре алмай жүрген. Мен Аллаға шүкір. Ол отбасыдан босанғаннан кейін бір емес бірнеше еркектің істей алмаған дүниесін істеп тастаған қатынмын, Роман. НАТО басшы, сен істей алмайсың. Бұның шешімі қандай, айтыңызшы? Ненің шешімі? Осы сіздің айтып отырғаныңыз біздің қоғамы дұрыс емес екен. Шешімін айтыңызшы. Шешімі мына шіріп кеткен жүйе кету керек. Шындыққа тіке қараңдар. Жемқор Тоқаевтың жүйесі, министр, депутатының бәрі орындарын босату керек. Және қаңтардағы 20 мың террористі тауып берсін. Тауып берсін Тоқаев. Айтып отқан ертегісіндегі кейіпкерлерді бізге тауып берсін Тоқаев. Түсінің бе? Шындыққа тура қараңыздар. 35 жылдан бері алдап келатыр. Көздеріңді бәрің біліп отырсың. Роман, сен де біліп отырсың. Қазақстанға 22 жылы қаңтарда ешқандай 20 мың террорист кіргені жоқ. Сен, Роман, оны өзің де білесің. Логически дурактардың өзі, больнойлардың өзі біліп, 20 мың террористке қанша ұшақ қызмет ету керек, және қанша уақыт келу керек оларға келіп кетуіне, Роман. Соны біліп отырып, сен Тоқаевтың сөзін шешеңмен шорқырасың. Айтпашы, ол саясат жайлы вообще. Қара енді, Роман, не үшін онда мынау көріп отырсыңдар ғой енді, Гаухар Танашеваны не үшін қызметінен босатты? Гаухар Танашева деген кім? Қандай статьямен? Депутат. Халықтың арқасында сайланған. Сіздер сияқты айғайлап, поражняк қуа беретін адам болған. Сонда ол жерге барып ешнәрсе сұрамау керек па? Ол өзінің қызметіндегі, өзінің құзыретіндегі қызметті талап етті. Танымаймын мен Гаухар Танашева. Танымасаң, онда Гаухар Танашеваны танымасаң, онда көтіңді қысып, қатыныңа еге бол. Несі мен оны танып? Жоқ, несі мен оны танып? Маған кім ол? Шаруаң болмасын, маған ұнайды, өйстіп айғайлап жүрген. Сен шетелде жүрген, жағдай жоқ қызсың ғой, мен тазасы. Бүкіл өміріңе ренжіп жүрсің. Шетелде жүрген ба, Аллаға шүкір. Сендер ұстап көт жалап өмір сүріп жүрген жоқпын. Алланың алдында да, бала шағаның алдында да арым таза, еңбегім. Кішкене психикаң қозғалып кеткен, айтыл сен. Қозғалып кеткен. Себебі 35 жылдан бері бізді больнойлар басқарып отыр. Сол себепті мынандай больнойлардың, мынандай Азапстанның ішінде психикасы бұзылмаған адам жоқ шығар. Себебі баланы ананың қолында, қызды әкенің қолында зорлап атқан елде психологиясы дұрыс адам бар деп мен ойламаймын. Түсінің бе, Роман?